Шұбаттың көпке беймәлім қасиеттері туралы не білеміз? Қазақ халқында әлемнің ешбір супермаркеті мен азық-түлік дүкенінде сатылмайтын тағамдары мен сусындары бар. Солардың бірі шұбат. Осы орайда ғалымдар шұбаттың теңдессіз құрамын анықтап, пайдалы сусынды не себепті 5 күннен артық сақтауға болмайтынын зерттеп көрді. Шұбат қандай сусын? Бейнені бастамай тұрып, сізден біздің арнамызға 5000 жазылушыны жинауға көмектесуіңізді сұрағым келеді. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Шұбат қандай сусын? Қазақ халқы жаз мезгілінде жиі пайдаланылатын сусындардың бірі шұбат. Оның құрамындағы пайдалы дәрумендер ежелден зерттелген, әрі ғалымдар теңдессіз сусынды күні бүгінге дейін зерттеп келеді. Қазақтар шұбатты шал деп те атаған. Сусынды түйе сүтінің негізінде даярлайды. Шұбаттың түсі ақ және ол қымызға қарағанда қою әрі майлы болады екен. Шұбаттың күші жағынан 3 түрі болады. 1 күндік шұбат балғын, 2 күндік шұбат күштілігі орташа сусын, 3 күндік шұбат күшті шұбат деп ажыратады. 2-3 тосаған шұбат ішкеннен кейін жарты сағаттай өткенде адам қалғып, тың күш қосатын ұйқыға кетеді. Мұның үстіне нәрлі сусын деп аталатын тамаша қоректік өнім ретінде ол адам ағзасына нәр береді. Өйткені ашыған күйінде пайдаланылады. Шұбатты дайындаудың технологиялық процесі. Түйенің балғын сүтімен ашытқыны араластырып, ағаш ыдысқа немесе теріден жасалған қапқа құяды. Ыдыстың аузын мықтап жауып, сусынды шамамен 7 сағатқа қалдырады. Шұбатты тек ішердің алдында ғана араластырады. Шұбат дайын болған соң оның бетіндегі майын да алуға болады. Нәтижесінде тәтті шұбат пайда болады. Түркменстанда бұл шұбатты агаран деп те атаған екен. Оны түркмен халқы коктейльдер мен десерттер дайындауға пайдаланатын көрінеді. Шұбатты сақтау мерзімі өте қысқа. Тоңазытқыш болмаса, дайын балғын күннің келесі күні шұбат ашып кетеді және ішуге жарамсыз болып қалады. Шамамен 5 күн бойы сусынды +5 градусқа дейінгі температурада сақтауға болады. Сол себепті аталған сусын экспортталмайды және оны дүкен сөрелерінен көп көрмейміз. Шұбаттың көп адам біле бермейтін қасиеттері туралы естуіңіз бар ма? Шұбаттың дәрулік және шипалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, түйе сүтінің және одан дайындалатын өнімдердің қоректік, диеталық және емдік қасиеттері Орта Азия мен Қазақ халқына ежелден белгілі. Өзінің құрамы бойынша шұбат сиыр сүтіне қатты ұқсайды. Оның құрамында амин қышқылдары бар. Соның арқасында шұбат майы мен холестерині аз болып келетін ақуыздың таптырмас көзіне айналады. Дәрігерлердің байқауына қарағанда үнемі шұбат ішетін, яғни түйе ұстайтын кісілер туберкулезбен аз ауырады екен. Шұбаттың емдік қасиеті құрамындағы сүт қантына, сүт қышқылына, алкогольге, көмір қышқыл газына, белоктарға, тұздарға, витаминдермен және антибиотиктік заттарға байланысты. Тамақтың құрамындағы белоктардың әдетте асқазан ішек жолында тамақ қорытылған кезде ғана ыдырайтындығы белгілі. Ал шұбат құрамындағы белоктардың едәуір бөлігі организмге ыдыраған күйінде түседі. Шұбаттың жеңіл қорытылатындығы да сондықтан. Бұл сусынның асқазан жолының бездерінен мықтап сөл шығаратын қасиеті бар екендігі анықталды. Ол сондай-ақ қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп, ішектің моторлық қызметін жақсартады. Тәбет ашып, қарындағы ауруды басады. Ішектегі тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. Шұбатпен емдеудің артықшылығы неде? Ол қанның құрамдас бөліктеріне және қанның түзілуіне қолайлы әсер етеді. Қанның қызыл және қан түйіршіктері артады. Бауырдағы алмасу процестері қалпына келеді. Оның нерв жүйесіне ықпалы сүт қышқылының және көмір қышқыл газының әсеріне байланысты. Шұбат құрамындағы көптеген минералдар мен дәрумендер адам денсаулығына өте пайдалы. Құрамында кальций мен фосфор болғандықтан сүйек талшықтары нығаяды. Д дәрумені ересектерде остеопороздың
ал балаларда рахиттің алдын алады. Калий мен магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартады. Аскорбин қышқылы иммундық жүйені күшейтіп, ағзаны қорғау қызметін жақсартады. В дәрумендері тобы жүйке жүйесін ретке келтіріп, түнде ұйқы қашудың, тез шаршаудың алдын алады. Шұбат қандағы глюкоза мөлшерін азайтады екен. Шұбат өт жолдары мен бауыр қызметінің бұзылуында да пайдалы. Сондай-ақ авитаминоз бен диабеттің алдын алып, ағзаны қалпына келтіруде таптырмас пайдалы құрал болып саналады. Шұбатты ішкеннен кейін кісі аздап қызады. Содан соң ол жағдай басылады да, аздан соң адам ұйқыға басады. Бірақ ол ұйқыдан сергек тұрады. Шұбат созылмалы гастрит ауруына шалдыққан кісілердің осы науқастан айығуына жақсы әсер етеді. Қарын сөлінің қышқылдығы төмен кісілер де 15-20 күн шұбат ішкеннен кейін құлан таза айығады. Шұбат созылмалы колитке шалдыққан кісілерге де бірден бір шипа. Осы аурулардың бәрін шұбатпен аурухана жағдайында да, амбуляториялық жағдайда да емдеуге болады. Өкпе туберкулезіне шалдыққан кісілерге бактерияға қарсы препараттар мен шұбатты қосып бергенде туберкулез бен улану белгілері кетеді. Дене қызуы да қалпына келеді. Функционалды бұзылу реттеледі. Қандағы патологиялық өзгерістер жойылып, науқас салмақ қоса бастайды. Өкпенің ыдыраған тұсы жабылады. Бұл шипалы сусынмен емдеу ерекшелігінің бірі, науқастарды дәрімен емдегенде пайда болатын кейбір құбылыстар 2,5 есе азаяды. Авитаминоз сипатындағы құбылыстар жиілігінің бұзылуы да 4 есе азаяды. Мұның бәрі шұбаттың емдік қасиеттері ғана. Шұбатты түрлі аурулардың алдын алу үшін де қолдануға болады. Үнемі шұбат ішетін кісі әлгіндегідей ауруларға шалдыға қоймайды. Оны ішкен бала организмі қалыпты өседі. Жасы келген кісілер денсаулығы мықты болып ұзақ жасайды. Өйткені шұбаттағы кейбір маңызды компоненттері, мәселен белок, май, тағы басқа қоректік заттар сүттен ашытылатын басқа өнімдерге қарағанда мол болады. Шұбатты тек науқас кісілерге ем үшін ғана бермей, көпшіліктің де ішуіне толық мүмкіндік бар. Өйткені оны ашыту процесі оңай, өзіндік құны арзан. Шұбатты кімге ішуге болмайды? Шұбат кей жағдайларда зиянды болуы мүмкін. Мысалы, кей адамдардың осы сусынға аллергиясы болуы ықтимал. Сол себепті бірінші рет дәмін татқан уақытта сақ болған жөн. Ішек микрофлорасы бұзылған уақытта жылы шұбатты ішуге кеңес берілмейді. Мұндай жағдайда ол құрамындағы көптеген белсенді заттың салдарына диареяны одан да ары күшейтеді. Шұбаттың майлылығы 8%-ға жететіндіктен оны артық салмақ қосуға бейімі бар адамдарға ішуге болмайды. Десе де, шұбат құрамы көптеген дәруменге бай, теңдессіз сусын болып табылады. Қазақ халқы оны әзірлеу жолдарын күні бүгінге дейін сақтап, ұрпақтан ұрпаққа мирас етіп сақтап келе жатыр. Шұбатты орнымен пайдаланса, ол денсаулықты күшейтіп, адам ағзасына зор пайдасын тигізеді. Осымен біз арнадағы бейнені аяқтаймыз. Арнамыздан көптеген қызықты ақпаратты таба аласыз. Сондықтан арнаға жазылуды және қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Егер де сіз роликті ұнатсаңыз, отбасыңызбен және жақындарыңызбен бөліссеңіз, мен де риза боламын. Сіздермен бірге қажет арнасы. Аман, сау болыңыздар.